Балалар, бүгін біз өте маңызды ұғым заттың тығыздығы туралы сөйлесеміз. Қараңдаршы, менің қолымда көлемі бірдей екі дене бар, біреуі мақта, екіншісі темір. Қайсысы ауыр деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Екеуінің көлемі бірдей болғанымен, массасы әртүрлі. Демек, тығыздық заттың қаншалықты сығылғанын, яғни бірлік көлемге қанша масса сиятынын көрсететін шама. Тығыздықтың белгіленуі ρ формуласы мынадай: ρ тең m масса бөлінген v көлем, мұндағы m дененің массасы, v оның көлемі. Мысалы, егер бізде су мен май болса, екеуін араластырғанда май бетіне қалқып шығады. Неге десеңдер, майдың тығыздығы судың тығыздығынан аз, ал керісінше, қорғасын немесе темір суға салсақ ол батады, себебі олардың тығыздығы судан әлдеқайда жоғары. Тығыздықтың өлшем бірлігі килограмм бөлінген метр куб, немесе кейде грамм бөлінген сантиметр куб түрінде де беріледі. Сонымен, балалар, бірлік көлемге көп масса сыйса, ол зат тығыз, ал аз масса сыйса, жеңіл, сирек зат болады. Сондықтан тығыздықты білу арқылы біз заттың түрін анықтай аламыз, олардың суда бататынын не қалқып шығатынын болжай аламыз.